керек болғанда айтасың ғой. Қаспен бере, көзінің қасына бейт, қасына. Қолмен сенбей қой, қасын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Ерлан Қабат YouTube арнасы. Бізде бүгін кезекті сұхбат подкаст деуге болады. Бүгін бізде міне Семей қаласынан, арнайы Өскемен қаласынан келген әнші ұлдарымыз, бомба әнші Серік Исахан. Ал енді Серке, қош келдіңіз. Қош көрдік досым. Өте көргеніме қуаныштымын сізді. Бүгінгі сұхбатымыз енді жалпы қазіргі таңда өзіңіз концерттің барысында сұхбат болып жатыр бізде. Концерттің қазір сәлдеген концерт басталады. Өзіңіз міне бүгін төрәлі бейбіт қорған ағалармен бірге қатарға келіп кеш қонағы болып ән салып жатсыз. Енді бомба деген ән өзіңіздің бір қазіргі кішігірім болсын жеке туынды. Жеке туынды емес, кішкене куәлік айтуға да жеке куәлігіңіз. Сол бомба туралы ән қалай шықты, кімнен шықты, сол идея қайдан келді деген секілді. Соны қысқаша бір тарихын айтып өтсеңіз. Жақсы, ассалаумағалейкум, шақырғаныңа рахмет досым. Ол ән осыдан 4 жыл бұрын карантин болады ол кезде. Сол кезде өзі бір көшеде келе жатамыз да бір әдемі қызды көріп қалдық. Содан өзі синоним сөз болып кетті, бомба деген. Соған арнап шығардық. Өз заманда өзінің жемісін бердік. Төл құжатыма айналған ән деп айта аламын. Тамаша. Енді қазіргі таңда сен көптеген эстрада әншілермен дуэт орындап жүрсің. Мысалға Тамара әпкемізбен айтқан дуэтім бар. Жақында ғана Салтанат әншімен, Салтанат Бақиева, Бақаева. Сол тағы да қандай дуэттер, қандай ұсыныстар болып жатыр? Сол жолда көрермендермен бөлісіп өтсең. Жалпы осы өнер жолында жаңа өзің айтып өткендей, сол екі әпкеммен дуэт жазып қойдым. Одан кейін осы жаңа қазақтың тағдыры эстрада жұлдызы өзіндік орны бар. Абайбек ағамызбен дуэт жазылып тұр. Бұйырса жақын арада шығады. Ендігі көптеген әншілерге осы анаңнан сұрақ болса да қояйық енді. Продюсер, администратор деген өзінде бар ма? Жалпы продюсерім бар. Семей қаласында Қарлығаш Құнанбаева деген ханым бар. Өнер жанашыры әпкем. Сол кісінің қолдауымен өнер жолында қазір алға басып жатқан жайым бар. Тамаша. Енді мынау қазіргі таңда осы көптеген әншілер, осы өнер азаматтары Алматыға, Астанаға қоныс аударып жатады негізінде. Шығармашылық орталық деп өзін сол жаққа қарай көшетін, баратын ой бар ма негізінде? Басқа қалаға, ірі қалаларға? Жалпы негізі өнер адам үшін мен ойлаймын Алматы қаласы дұрыс деп. Өнердің ордасы қара шаңырақ. Ал қазіргі осы біздің қазіргі эстрадаға осы интернет желісінің керемет дамуына байланысты жалпы осы туған жеріңде бір әнді жарыққа шығарып барған одан да жеңіл болады деп санаймын. Тамаша. Енді сізге мынау енді бізде рубрикалық сұрақ. Өзің сен жалпы қазіргі таңда енді нағыз орта буында тұрсың. Не жас емес, не үлкен бу емес, таза ортада. Ендігі топ 5 әнші сен үшін кім деп есептейсің өзі? Эстрада, қазақ эстрада жұлдызында Серік Исахан үшін топ 5 әнші. Топ 5 әнші. Енді мен бірінші орынға Қайрат Нұртасты қоямын. Себебі өте еңбекқор азамат, қанша жыл өнерде жүрсе де бір қалпында жүрген. Одан жаңа осы кештің иесі Төреғали. Қазақтың керемет сөздерімен, өзіндік домбырамен қазақтың керемет әншісі деп санаймын. Үшіншіден Нұрболат Абдуллин. Ол жігіт енді қазақтың өзінің бір крашы ғой. Сол жігітті үлгі тұтамын. Төртінші енді кім десем болады екен? Қуандық Рақым. Қазақи әнші, дауысы керемет. Сол кісі. Бесінші орында Әбдіжаппар. Әбдіжаппар Әлқожа, стилі бөлек керемет әнші. Қазіргі таңда өзің енді мынау достардың көп пе? Енді осы дос туралы сұрақты үнімен қойып жүремін енді. Дос деген ұғым сізге қалай түсінік береді? Дос деген көзқарасыңыз қандай? Мынау өнер саласында дос әріптестер, әріптес бар. Бірақ дос деген бәрі бөлек қой адамның несі. Орны бөлек нәрсе ғой негізінде. Дос деген ол балалықтан келе жатқан досың деген айта аласың. Өнерде дос бар деп айта алмаймын. Әріптес бәрі. Ол жерде сол бірге неде жүргеннен кейін әріптес, жолдастар деп айтамын. Дос деп айта алмаймын. Семей қаласында жиі тойға шығасың. Семей қаласында выходтарға шығып, анда-мында бір күнде ең потолок қанша тойға шықты бір күнде? Жалпы Аллаға шүкір, Семей қаласында тазалық жасаймыз. Бір күнде 5 тойға шыққан. Бір күнде? Әйтеуір үлгеріп, уақыттарымен барып үлгерген жайым бар. Тамаша. Енді осы басқа қалаларға тоже ұсыныстар түседі, Алматы, Астана, Шымкент, Қарағанды, в общем, басқа өңірлерге. Жалпы өңірлерге түсіп тұрады. Негізі жалпы қазір Инстаграм желісі болғаннан кейін Аллаға шүкір ғой. Подписчик дейді. Содан өзі жекеге шығып
небір қалаларда көрермендерің болады екен. Мгм. Солардың қуаныштарына барып өнерлескен жайым бар. Осы былтыр ғой деймін, Орал қаласына бардым. Мгм. Мысалы шығыстан батысқа бардық. Өте керемет. Осы өнердің арқасында. Өнердің арқасында өте керемет. Тура неменен, өнеріңді керемет қабылдайды ғой. Мгм. Және Секен енді өзің бір тойда жүрсің, анда жүрсің, мында жүрсің, жалпы бір қандай бір қысқа нұсқа бір қызықты оқиғаны айтып берші. Бір келеңсіз жағдай дейміз ба, бір ыңғайсыз жағдай дейміз ба, бір. Ол болған. Жалпы Семейде бір үлкен залдар болады, одан кейін малый залдар болады. Иә. Сол кезде Тойхана ма? Тойхана. Тойхана, иә. Соның бір кісіні шақыртумен мен барам, тойға кіремін, тамадаға айтамын. Әнімді айтып тұрсам, ана тойда мен шақырған кісіні көрмеймін де. Иә. Былай қараймын, көрмеймін. Уақытымды жасап, шықсам ана кісі звондайды, қайдасың деп. Тойдамын, жаңа ғана ән айтып кеттім ғой десем, үй жоқ ол емес дейді ғой. Сөйтсек екінші залда той болған ғой. Сөйтіп бір танымайтын біреудің тойына барып ән айтқан есімде әлі күлемін соған. Ол кісі биледі, қуанып бәрі. Биледі, енді ойлаған шығармын, мынанша не қылып жүр екен деп. Енді олар шақырмаған. Иә. Сен еще мысалға сөйлеген кезде сол кісінің атын айттың ба? Осындай кісінің атынан келіп отырмын. Жалпы біз тойда билетуге барғаннан кейін көп сөздер оңдықсыз қалады ғой. Иә. Айттым ғой, ассалаумағалейкум, осындай кісінің шақыртуымен деп. Былай қараймын, ана кісіні көрмеймін. Бірақ та телефонды алып қарасам, әнімді орындап, звондап жатыр. Қайдасың бауырым деп. Ендігі мынау жалпы кезеген әншіні енді бойтұмар дейміз, хит дейміз. Мысалы енді жаңағы Ұланғасыр Хамиев дейтін жігіттеріміз, бауырларымыз бар енді. Қызыл Раушан, Балқия, енді бүкіл қазақ еліне оның әнсіз той өтпейді. Енді өзіңіз де қазір сол бағытта жұмыс істеп жатсың. Хитқа жұмыс жасап енді Құдай қаласа солға Алла қаласа үлкен бір хит берсін саған қазақ еліне, бүкіл елде танытатындай. Енді бірақ қазірде жаман емес негізі. Сен өзіңнің орныңмен жақсы әдемі келе жатсың негізінде. Жекеміз енді қанша бір-біріміз араласамыз, Семейде мен Өскеменде бұл енді сұхбатта құрметті көрермендер аяқ астынан болып жатыр концерттің барысында. Алла қаласа Секенмен бір тағы да бір арнайы уақытты бөліп мен Семейге барып, или сен тағы бір сапарласып жатқан кезде жақсы сұхбаттың бір мәнісі шығады деген үміттеміз. Бұл енді аяқ астынан эксклюзивті сұхбат десек болады. Жалпы өзінің көрермендеріне, сені танитын тыңдармандарға бір ауыз ақ тілегін, ұстазына да деген ақ тілегін болса болады. Жалпы тыңдармандарға көріп отырған. Жалпы тыңдармандарға енді отбасыларыңыз аман болсын, деніңіз сау болсын, елімізде тыныштық болсын, қазақтың өнері жасай берсін. Тек тойда ғана жолайық дейді ғой. Саған да рахмет болсын. Құрметті достар, бұл сұхбат 2024 жыл 19 мамыр Өскемен қаласында өтіп жатыр. Енді сіздерге кеш жарық, қайырлы таң. Бұл сұхбат қай кезде көріп отырғанымды білмеймін, сондықтан баршаларыңызға көп рахмет. Сергей Саханың қай әндері ұнайды сіздерге? Астында комментарияға жазып кетеміз, каналға жазамыз. Көп рахмет. Сергей Сахан бізбен болған. Көп рахмет. Аман болыңыздар.